Баршаңызға сәлем. Бүгін өте тез және дәмді атақты мексикандық тіске басар тако дайындаймыз. Ол үшін алдымен лаваш дайындаймыз, не болмаса дайын алсаңыздар болады. 200 грамм ұнға 100 мл қайнаған су, 10 мл өсімдік майын құйып, 1 шай қасық тұз салып, жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен, содан кейін қолмен илейміз. Жарты сағатқа полиэтилен пакетіне салып тындырып қоямыз. Қамырымыз серпімді, жұмсақ болады. Оны 20 граммнан не болмаса 13 бөлікке бөліп, жұқалап жайып, қызып тұрған құрғақ табада екі жағынан видеода көрсетілгенде пісіріп аламыз. Дайын болған лаваштың беті құрғап кетпес үшін орамалмен жауып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Тауық етін 4 бұрышты кішкене бөліктерге турап алып, қызып тұрған табаға өсімдік майын құйып қуырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, паприка, томат пастасын салып жақсылап қуырып, аздап су құйып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Салмасына 1 қызанақ, 1 пияз, 1 тәтті бұрышты пайдаландым. Бұлардың барлығын ұсақтап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша әзірлесеңіздер болады. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Тауық еті қуырылған табаға лавашты батырып, құрғақ табаға салып, бір бөлігіне піскен тауық етін, оның бетіне үккіштен өткен ірімшікті салып, бүктеп, екі жағынан сырты қытырлақ болғанша пісіріп аламыз. Ортасын ашып, салмасын салып, дастарханға береміз. Өте тез әрі ерекше дәмі бар атақты мексикандық такомыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.